12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Сезімменше осындай болған. Сезсең айтпайсың да енді. Қайдан білмеймін бұндай болып кетеді? Білмесең немеге сезім деп тұрсың енді. Не істейміз? Полицияға хабар береміз. Жынсың ба? Кімнің малы деп айтасың? Өзіміз іздейміз орнына. Қайда? Не қайда? Ен далада қайдан іздейсіз? Ойбай, осында ен далада ата-бабамыз полициясыздық малын түгелдеп, ұрысын жүгендеп отырған. Тапа ауылда мал танитын, ізгесетін адам бар ма? Жоқ қой, жоқ. Ең болмаса сондай шалдардың көзін көргендер бар шығар. Көрсе ойлансай. Айналайын, аяғыңа жем түсті ме айдасай тез. Саған айт тұрым айдасай болайым. Қызық ба деймін, қандай адам. Бауырым, болмаса шетке түшіп өтіп кетейін. Балам, бәрі аман ба. Жақсылап қарап отыр, ауруханаға барамыз, бәрін емдейміз. Сәкөлай, айналайын, Амансыңдар ма? Әкеңнің не болды мұна, бауырым, көзіне қарамайсың ба? Не болды мұна, Аға, бамберді құрттыз ғой? Бамберді құртқан есе қызықсың ба? Мен асық келе жатып, демнің алдына шығып қаласың сен, Анау знак тұр, аға. Ана бір знак тұр. Тоқташ, бері қараш, ызындақта не жұмысың бар? Ол сен де түсінбейсің, мен де түсінбейсің. Өткізіп жібере салмайсың бұлай қарай? Камера тұр ғой, аға. Не? Камера тұр. Әкеңнің камераның дәл астына келіп соғысқанымызды қарасайшы. Бауырым, былай қылайық. Келсек. Не сұрайсың? Айтшы, не дейсің маған, не дейсің? 50 мың теңге. 50 ма? 50 мың теңге. Айналайын, менікі сенкіден қатты кетіп тұр ғой сен. Қазақпыз ғой, бауырым, сен түсінші. Ана баламды ауруханаға апара жатырмын да, міне бар. 20 мың теңге берейін. 25 мың бересіз. Бергенде сен де мен түсінсей, мен де қанша жұмысы баламды ауруханаға апара жатырмын, бауырым. Бар 20 мың теңге түсінші, мен түсінші, бауырым. Ренжімес, бауырым, жақсылықта жолғайық, бауырым. Рахмет, Рахмет, бауырым. Негіз ол нормальный нәрсе. Мен талай адамды білемін, сол сетевой маркетинг арқылы байып отқанша жылда шетелге барады, конференцияларға қатысады бар. Мен сол сетевой маркетингке ақшасын саларын салып алып, сол адамдардың артынан жүгіріп жүрген талайын көрген. Кез келген бизнес сондай ғой, Сәбит. Ақша құясың, істете алсаң байысың, істете алмасаң жылайсың болды. Сен Қорғаштауыңа қарағанда сол Мырзекеңнің жездесіне жақсы жұмыс істеп жатсың деймін сен, Құдайға шүкір, артымнан алды адам кіргізіп қойдым. Бір қойым, үш қой болып қалды же. Бәсе? Ибрагим аға да келді. Осы кісіден сұрайық. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Жігіттер қалай, амансыздар? Жеңіз, көмектесейік. Мадияржан ана жақта тағы да бір шелек бар. Әкеле ғой. Қалайсыз аға? Көрінбей кеттіңіз ғой? Қалаға барып, немеремді алып келдім. Ауылда не жаңалық болып жатыр? Жаңалық көп. Сөз сұрамаңыз, мен айтпай. Айт енді. Ең басты жаңалық Мадияр байын деп жатыр. Мадияр байыса жақсы ғой. Қай Мадияр байын деп жатқан? Сары да сары. Бәрекелді. Алла берекесін берсін. Сені байыды деп жатыр. Қай қаласа? Мадияр демекші, қара Мадиярға көрінбейді ғой? Білмеймін, Мырзахан қаны. Мырзахан қалай, үштер аман есен ба? Осылар бағаналы бір тіміскілен жүреді, бір клиент тауып болды, бір алыс жолға шығып солар. Клиент кездессе, онда жақсы болған екен, онда нәпақасы да бүгіндікке бұйырып отқан. Мына ізге қарағанда бар ғой,
Малдың бәрін осы есіктен шығарған. Осыдан шыққан точно. Дұрыс қой. Қорадан шығады, жалғыз есік осы. Басқа қайдан шығады? Осы ма? Осыдан шыққан. Соны айтып отырмын ғой соны. Осыдан шыққан деп. Міне аттыңызы. Қимылдама. Аттыңызды бұзасыздар. Міне. Мына жақтан келген. О. Мына бір іздеді ғой, мына бір. Ол сеніңіздің қол. Мен. Өзіңіздің қолсы. Тоқта. Мына ізге қарағанда ше, мына атта. Тоқташы. Аяғын сүйретіп басатын ат екен. Қарса жас қойшы. Аяғын сүйретіп басатын ат. Артқы аяғын. Артқы аяғын ба? Артқы аяғын. Қайсысы? Оң ба, сол ма? Оң. Оң ба? Нақтысын айт. Сол екен. Сол дейді. Мына аяқпен түріп тыңдағанға сүрген. Сол аяғы деп жазба. Тағы не бар? Так. Мынау жирен ат екен, жирен. Жирен ат. Ізіне қарап қайтып біліп қойдың түсін? Ізіне қарап біліп атқан жоқпыз, Қарса міне түгі қаған ғой. Түгіне қарап біліп атырмыз ғой. Міне. Аттың түгі. Қызыл аттікі ғой му? Топас екесін сенде ше. Қазақта қызыл ат, ақ ат, қара ат деп айта ма? Торы дейді, күрең дейді, жирен дейді. Иә? Баяғының шалдары бар ғой, Сені көрсе жон төрінің таспа тілереді. Баяғының шалдары. Мына жерден табылды, Осы мал тану жағынан келгенде сұмдық еді ғой, мықты еді ғой. келген. Қазір біз мал түгіл адамның өзін шатастырамыз. Шыққан. Көр. Олар бар ғой, қараша. Олар дегенің мыңдаған мал. Жылқы болсын, қарайды. Қайсынан қашайын деп жатыр. Міне. Тыныш. Қайсы қашқанда қарап тұрды. Тыныш. Анау бірдеңе тапты. Не тапты? Не болды? Міне. Табылды, почти табылды. Сегінші. Міне. Тезек қой мұнан тапқан. Жай тезек емес. Құнанның тезегі улика бұл. Улика емес қой. Улика деп айтса, улика. Мейлі ғой, улика болған, улика. Жаңағы неганы? Түккені, онда бұл, ол да улика. Оның бәрі уликаға жатады. Мынау ше? Құнан ғой мынау. Құнандікі. Құнан деген не де? Ой, сен білмейсің ба сонда? Құнан білгіш деп айтады, түк білмейді екен ғой. Құнан деген 2 жастан асқан, ақыл тоқтатқан жылқыны айтады. Жазып қой, жазып атсың ба сен? Белгілерін бәрін жаз жаңа. Ана артқы аяғын сүйретіп басатын, оң аяғы, сол аяғын деді. Жазып. Сол аяғын сүйретіп басатын құнан, жирен құнан деп жаз. Қасқа. Қой енді қасқа екенін қақтан білдің енді. Көбісі қасқа болады ғой. Аласа бойлы деп жаз, аласа бойлы. Бойына дейін біліп тұрсың ба? Ана пәс қой қараса, өріктерге тиіп қалады ғой, биік болса. Жүре алмайды ғой оның ішінде. Пәс бұл тоже. Жаз дегеннен кейін бірнәрсе білгеннен кейін аламыз ғой. Ұста мынан бер. Ал бол. Ертең неге керек болды? Жазың ба? Өткендегі отадан кейін балаңыздың жағдайы жақсара ма десек, әлі оң өзгеріс болмай тұр. Жақсаратын түрі жоқ. Жоқ, сонда өткенде жекеменшік клиникаға берген $7,000 желге ұшып кетті ме? Жоқ, енді түгел желге ұшты деп айта алмаймын. Оның да бір оң әсері болды. Дегенмен жақсы болып кеткен жоқ сіздің балаңызға. Өкінішке орай. Тағы да бір ота жасау керек. Тағы да ота? Иә. Оған қанша ақша керек? Енді шамамен $10,000-дай. $10,000? Иә. Ой, екеңнің. Жоқ, соны егерде берсем, жазылып кететіне гарантия бар ма? Сіз кешіріңіз. Дәрі-дәрмекті ақшаға сатып аласыз, иә. Бірақ денсаулықты емес. Біз тек қолымыздан келген жасаймыз. Ары қарай емін шипасын ала береді. Алладан сұраңыз. Жарайды. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Бір білсең бар ғой, тапа сен білесің. Осы ауылда, осы аймақта жирен құнаны бар ма адам? Жирен құнан? Иә, кімде бар жирен құнан? Так. Менде бар ол. Сенде бар ма? Иә. Жирен құнан бар ма? Иә. Артқы аяғын сілтіп баса ма? Иә. Тай күнінде нағыз жүйрік болған. Айтпесе бұл нағыз тұлпар болушы еді ол. Яғни? Дұрыс айтыпсың. Қасқа ма деп сұрашы? Қасқа ма? Иә. Сонда
Сонда сен мынау қойлардың бәрін сонда сен әкетіп отырсың ба сонда? Құнан жирен сенде бар болса? Мынау тапа ұят болады бұндай нәрсе негізі. Уже ұят Ыңғайсыз болды. болды. Не алады болса біз дабыра қылмай ақ қояйық оны сен. Уже ұят болды. Не ұят болды оны? Қайтара сал. Сонда сен бала күнді досыңнан көріп тұрсың ба? Сен Енді ақша көрме- құртқан ақша. Жоқ енді Абай. көрмегенде қараса, бері қараса, сарнап тұр ғой, сайрап тұр ғой, іздің бәрі сайрап тұр ғой, айтып тұр ғой. Жирен құнан деп тұр ғой. Кән жирен құнан ақыр сенде бар емес пе? Жирен құнанымды қойыммен қосып ұрлап кеткен жоқ па? Ha? Мадияр? Құнан жиренді ұрлап кетті ме не? Че, тапы, мынаған қайсы болып қалды? Тапы, ол, ондай емес негізінде. Біз міне, кең, міне. Не бұл? Міне көліктің ізін көрдіңдер ма? Міне. Қойларыңды осы жерден машинаға тиеп алып кеткен. Сосын не болды? Сосын ары қарай білмеймін. Ары қарай мен салам емес па? Көліктің ізін не аламаймын. Сенің салаң не сонда? Менікі тек 4 түлік қой, 4 түлік. 5-ші түлікте болсын машинаны да үйреніп ала салмайсың ба? Құрсына керегі жоқ. Қаяқта жаңа құнан қайда? Жирен құнан қайда жаңа? Құнан білмеймін ғой, ізі жоқ болып тұр мына жерде. Ой, мұны. Осы машинаның ізін білетін, машинаның жаңа тезегін білетін, танитын адам бар ма ауылда? Бар. Кім бар? Мадияр. Қай Мадияр? Кәдімгі Мадияр да сары Мадияр. Анау бізге қой қосқан Мадияр емес па? Дәл өзі. Өзіңіз сары Мадияр? Ой, сол Мадияр ма? Қой әкелген былай тұрсын, артынан 6 адам кіргізіп үлгерген ол. Почти қола директор болуға сәлек қалған еді ғой. Жақсы бол. Ол естісе талады ертең мына. Ол естісе бүкіл ауыл естиді ол. Не істейміз енді? Міне Звондаңызшы. Міне. Мадиярға. Міне. Қойыңды деді. Ұстаған кезде жұлып кете берді. Ақша қайда? Астын көрсей? Ненің астын? Міне. Ойбай, Міне, мына жақта да. ойбай, жоғалтып алдым ба деп қорқып кеттім ғой. Жаным ау, сен жоғалма. Міне, көрдің ба? Қалған. Міне. Мынау кем бұл? Ойбай, мен қайдан білейін? Өзің алып өзің қойып жүрсің ғой төр. Жоқ, сен білмесе кім білет сонда? Әкелем жоқ, мына ақшаның бас құралмай ма? Өткенде ана бір авторитеттің баласын боқтаймын деп. Бар ақшаңды соған берген жоқсың ба? Қашан? Ана құдалықта. Жоқ, өзің ойлаш енді, мына баланы емдетем деген ше. Қаншама жұмыс істеп, мына үйдің бетін көрмей кететін шығарым мен. Қу дүние-ай, отыз. Отағасы? Осы баланы бар ғой, ана бақсыға көрсетсе қайтеді? Больницаға 10 000 доллар бергенше, аналған 10 000 теңге берсең, қарап береді. 10 000 теңгеге? Иә? Мынаған? Иә? Ойбай, жаным ау, сөйтпейміз ба? Сөйтейік. Атаң ойнамаған картаны, әкең ойнамаған картаны қайдан тауып алып жүрсің сен? Шырпымен ойнадың деп. Бүгін шырпымен ойнасаң, ертең ақшаға ойнайсың сен. Әке, енді қайталамаймын. Енді қайталамаймын. Бір жолға кешірейін. Бірақ жолға. Енді сол жаққа қарай аттап бассаң, бір қадам аттап баш, аяғыңды сындырам мен сені. Түсіндің ба? Кітап оқы одан да. Сабағыңды оқы. Ішің пісіп баратса. Бақ құрбан, көзіме көрме, кет бір жаққа. Сонша ұрысқаның не? Ақылы бар. Жай айтсаң да түсінеді ғой. Түсінбейді. Түсінген адам солай істей ме, апа? О бешараға теледидар көрме. Компьютердің алдында қарама деп отырғызбайсыңдар. Оның орнына бір нәрсе ұсынып, сонымен әңгімелескенді білмейсіңдер. Содан кейін әрине көшедегі балаларға қосылады. Баланы атана тәрбиелеу керек. Атана тәрбиелемесе көше тәрбиелейді. Бір уақыт солармен іші бауырына кіріп сөйлескендерін көрмеймін ғой мен. Ал ұрысқанда бәле дейсіңдер. Жарайды, қойыңыз шап, ашуланбаңызшы.
түсініп тұрмын бәрін. Анау бәрін енді бір кімге ашуым кеп тұр негізінде. Мен анау Жаңабаймен Қаршығаға жыным кеп тұр мені. Олар не білдіріпті? Солар емес па істеп жүрген бәрін? Тапа-тал түсте малды жоғалтып. Көшеге шыға алмай қалдық қой. Жұрттың бетін, жұртқа не бетіміз айтарымыз білмей қалдық қой қазір. Жарайды, бір мәнісі болар. Іздеп жатыр дейді ғой, табылар малдары. Ал сен бұдан былай ашуыңды баладан алуды қой. Бірдеңе жетсем сен? Ау, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Шәйше шақырдыңыздар ма? Сізді шақырған себебіміз бәке, біздің компанияның бір марапаттау рәсімі бар еді. Марапаттау қағазы бар еді. Бүгіннен бастап өзіңізді компанияның қола директоры мәртебесіне ие болуыңызбен құттықтаймыз. Не үшін сонда? Ерекше қабілет, белсенді жұмыс және сенім үшін. Рахмет, бүйтіп сенім артып отқандарыңызға. Алдағы уақытта да аянбай еңбек етуге дайынбыз. Қандай керемет, қандай әсерлі, қандай жылы, ең бастысы жүректен шығып жатқан сөздер. Қаршыға өзің арқадай. Иә, көп солысып қайтеміз. Қысқасы, Мәке, кеше біздің холдингтің барлық мал мүлкі қолды болды. Оның ішінде сіздің де қойыңыз кетті. Қоя тұршы. Сәйкес біздің. Әзілдеп тұрмын деп айтыңдаршы. Жәке айтыңызшы, Қаршыға әзілдеп тұр ғой. Мадияр, Онда мына не үшін маған беріп жатсыңдар? Қаршыға әзілдеп тұрған жоқ. Сабыр. Қойларым, қойым. Нәрсе келсем қорада қой жоқ. Мына үлкен жүк көлік машинасы мынау. Газ 66 ма, газ 56 ма, ескі маркалы көлік әйтеуір. 53. 53, иә, 53. Мен жаңа машинаға ешкім мал артпайды ғой. Қарашы мынау, алдыңғы оң жақ дөңгелегі де әбден желінген екен. Осындай лысый дөңгелектермен қалай қорықпай айдайды? Ой, ұрлықтан қорықпағанда енді осы дөңгелектің жарылғаннан қорқады дейсің ба? Міне. Мынаның май 1980 жылдан бері ауыспаған ғой. Соған қарағанда сыртқа сирек шығады ау деймін. Таза ұрлыққа арналған не шығар, машина шығар? Сондай ау деймін. Бейшарамна орнынан да зорға қозғалады екен, қараңызшы. Қозғалғанда орнын қажып жіберіпті ғой міне. Дұрыс қой? Үстіне бір қора мал артып olsa, қайтып жеңіл қозғалды ғой. Осы іздердің артына кете бермейміз ба? Ой, жүрдік қой бұның артынан кетіп көрдік. Сөйтіп? Анау неге барады, жаңа асфальтқа дейін барады. Болды, ары қарай ізде жоқ, машина жоқ олмейін. Қоя тұршы, не болып кетті мынау? Не болған есі? Ескі машина, иә? 80 жылдан бері май ауыспаған, оң жақ дөңгелек желінген. Иә. Газ 66 немесе 53. Бұндай машина бар ғой, ауылда мынадан ғой, нақты бір нәрсе. Ол көп қой. Мен сендерге көріп келемесімін ғой, көргенді айтып адамын ғой. Тоқта, көріп кел дейсің ба? Біз не осы көріп келге бара салмаймыз? О! Ha? Осы жақсы аша ма? Зор. Күшті дейді ойдыр осыны. Жәке, сіз өзіңіз кіріп шыға беріңізші. Қой жүр бірге барайық. Жоқ, мен дәретім жоқ. Дәрет менде бар дейсің ба? Дәрет алып кетіп мешіт емес қой. Жүр бірге берейік. Просто ана жігітпен арамызда кішкене конфликт бар еді. Дәретінді ана жігіт бұзып қалған десей, ондай проблемаларың болса айтып қойса, мен на месте шешем ғой. Жарайды, отыра бер. Мен кіріп шығайын. Жүр. Қазір апаңа барасын, суф дейді. Ана абайда. Сенде. Қайда барасың? Негізі. Жоқ, бірінші біз келдік қой.
біліп тұрмын, бірақ 10 секунд бұрын біз тоқтағанбыз негізінде. Бірақ енді кішкентай балаларыңыз бар екен, кіре беріңіз, қайтеміз енді. На месте шешем. Сетевой маркетинг дейсіңдер ма? Иә. Оның қазақша аты қаржылық пирамида деп айтады. Бер қараңдар. Мысалы мынау пирамида. Иә? Осының жоғарғы жағында тұрған аз адам, мынау астындағы көп адамның табан ақы маңдай терімен тапқан қаржысы арқылы, солардың көз жасы арқылы байиды осылар. Естідің ба? Дұрыс емес десеңші ойғыр, иә? Әрине дұрыс емес. Бәрі ондай емес шығар енді. Ай, жарайды енді, мен сендерге былай деп түсірейін. Сәбитжан, мына жігіттерге бір-екі алмадан таратып жіберші. Кәнекей, екі алмадан алыңдар. Екі алмадан алыңдар. Иә, екі алмадан алыңдар. Енді осы алмаларыңды аласыңдар да, осы пирамиданы ұйымдастырушыға саласыңдар мына жерге. Мынаған саласыңдар. Саламыз. Иә. Енді мен сендерге айтам. Мынау пирамиданы ұйымдастырушылар осындай екі алмадан сендерге салдырған сияқты енді әрқайсыларың айтады. Әрқайсың соңдарыңнан үш адамнан ертсеңдер, сонда сендер әрқайсың мына жерден 3 алмадан аласыңдар деп айтады. Әй, балалар, келе қойыңдар қарақтарым бері. Келе қойыңдар кәні. Мінекей, енді бұларға да Сәбитжан екі алмадан беріп қой әрқайсына. Ма, бір чупа-чупс. Мен жақ боласыңдар, мақма. Менің атымнан, мен жағымыздыңдар. Екі алмадан беріп қой. Ал енді сендер мына алмаларыңды мына жерге салыңдар кәнекей бәрің. Бәрекелді. Мен атымнан саңдар. Иә. Енді менде мынаның ішінде 24 алма болды. Мынау адам тартқан екеуіңе 3 алмадан беремін мен. Кәнекей. Мына. 3 алмадан бердім. Ал мынаның ішіндегі қалғандарының барлығы меніңке. Бізге бермейсің ба? Сендерге бермеймін. Яғни бұның ішіндегі ақша соңынан адам тарта алмағандардың ақшасы. Мінекей осылайша пирамиданың басындағылар байи береді, белгілі бір мөлшерге келгенде ақшаны қалтасына басып алады да зым-зия тайып тұрады. Жымқырып қашады да? Жымқырып қашады. Мінекей, сонымен ауыздары топайдай болып, талдай тал түсте тақыр жерде қалады. Мен кірмеймін. Міне, дұрыс. Қаржылық маркетинг деген осы. Батпан құйрық деген сияқты болды ол да? Иә, бұл неғылған батпан құйрық, айдалада жатқан құйрық деген осы. Оңай жерде олжа жоқ. Еңбекпен тапқан нан терсіңді, дәмі кермек болады деген. Одан да еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген. Еңбек етіңдер, адалынан еңбек етіңдер. Бала деген оңай емес. Ой, бұл қиын. Мен біреу кіргісі кеп тұрау деймін. Ай, бөгелмей кірсейші, қайсың? Тамағыма тіреліп тұр, кеп тұрған біліп тұр. Ай, кір! Саламатсыз. Кір. Ой, айналайын тұяғым. Иә, не шаруамен келдің, айта бер. Енді тұяқ болғанда мына кісілердің көзінше айта берейін ба? Ой, айта бер, бөгелмей айта бер. Бұлар бөлек шаруамен кеп отыр ғой, айта бер. Сол как раз тұяқ мәселесімен келдім. Не болды? Малын жоғалтып, қойым жоқ. Соны таппай сол құмалақ аштырайын деп өзіңізге. Ойбай, мына қара, мынау да құмалақ дейді. Прикол! Құмалақ деп қояды. Дұрыс емес пе? Осы сол құмалақпен балашса не бәрі дұрыс шығады деп ойлайсыңдар ма? Сол сасық құмалақпен ашқан бал дұрыс болады деп ойлайсыңдар ма? Енді жұрттан естігенімізді неғып отырмыз ғой, келіп отырмыз ғой. Мен заманауи бақсымын айналайын. Заманауи жырау деген. Неге күлесің? Жоқ. Мен құмалақпен емес айналайын. Ондай құмалақ деген білмеймін мен. Мен мынау кәдімгі әдемі. Міне, көрдің ба? О, емемдіңіз. Ой, қоған несі мұнаның? Жетпей қалса менен көресің ғой сосын. Ой, ұста мұнан шет. Мұнан ашасыз ба? Иә, отырмын. Міне, көрдің ба? Кәмпитпен ашам. Содан кейін мен бар ғой бала, ана суға қайнатып, шөп қайнатып беріп, одан мына үйді аластап, ондайға сенбеймін. Менде бәрі WhatsApp-пен, интернетпен, қазір ана телефоныңа интернетке бар ғой, 3 ойынды өзім оқып салып берем. Содан кейін баланы ойнатасың, өзі жазылып кетеді.
Ол жазылатын нәрсе болса, мүтуелімді оқып бермейсіз бе? Артық сұрақ қоймаш. Қоя тұр. Ия тұяғым айта бер. Неше қой жоғалды? Айт. 21. Үшеу, жетеу. Кеп тұр ғой мен, 21 шығып тұр. 21. Қай жерде жоғалттың? Ынтымақ ауылының бойында. Ынтымақ ауылы. Соның жанында, Ынтымағы жарасқан деген, Көріп тұрмын, ынтымақ ауыл деп шығып тұр ғой, мен жазуды қаршы, деп тұрмын. Қара. Бір күдіктенген адамың бар ма өзі? Кім деп ойлап отырсың өзің бұлай? Қойшым бар. Қойшым емес пе деп ойлап қоямын бір жағынан. Бір жағынан анау жақында түрмеден келген бір жігіт бар еді, аты кім еді? Миша. Сол Миша емес пе деп ойлап қоямын. Тоқта қазір. Ойбай, тоқтай тұр балам. Тұяғым, тоқта. Ауыл менен дала, көше менен қала, қойларды іздедім мен, қойды ғана. Ей, ауыл менен дала, галактикадама, іздеген тілемей табылар ма? Ол ауылда жоқ. Мін тоқта. Тап. Не ғой? Өзі шығып тұр. Абай, тойға қанша шығатсыз? Өзіміз дегендерге 20 мыңға шығатыр қазір, Қойшақ қағайдан айтпай, Той не сей мұнаның? Өлем кішін айтады екенсіз. Жоқ, так, бұлай. Бір орта бойлы бір қара жігіт бар ма таныстарың арасында? Бар. Бар ма? Орта бойлы бар. Бар болса сол, осы. Осы? Жоқ, бұл емес. Сол жаңағын айтам, қара бойлы, орта бойлы деген бар ғой? Қара бойлы, не айттым мен? Орта бойлы, қара жігіт. Қара бойлы бар. Ай, сен де бір шатастырасың айтияқым. Бұл емес, иә. Сол. Бірақ ең жақсы жаңалық, қойыңның бәрі аман есен, бір жерде қамаулы тұр. Қарашы мен. Қарашы, жарқ-жұрқ етіп тұр өздері. Болды, бар да ізде. Болды ма? Болды, бар. Ой, мен бәрін өзім айттым ғой. Бар. Өзіңізде бірдеңе айтпадыңыз ба? Сау бол, тұяғым бар, тау бол. Ақыр WhatsApp-пен налам дедіңіз ғой. Местоположениесін жіберсеңізші. Баршы жіберем дедім ғой, барса енді, бұш, наларды емдеуім керек қой, жалғыз сенің қойыңа қарап отырды, уақытым жоқ. Бар, кіш. Қара бойлы, орта бойлы қара дедіңіз ба? Орта бойлы қара жігіт. Сол, жаныңда жүр, алыстан келген жоқ, қасыңда. Бұл жақта емес, ана жақты іздесей барсай. Мен түсіндім бала. Мына балаңа вирус кірген. Бірақ уайымдайтын ештеңе жоқ. Мен Касперге орнатып берем, жазылып кетеді. Одан кейін жаңа сендерге емдейм деген адамдар $10,000 деді ма? 10 мың? Ойбай, мен $5,000 емдеп берем. Өзіміз ғой. Гарантиясы бар ғой, Гарантия 3 жыл. Жазылып кетем әйтеуір. Жазылады деп жатыр, оны ақылдасып ойланып жауабын айтармыз. Содан кейін Палша апай, тағы да біз сізден сұрайтын нәрсем бар еді. Кейін кезде түк жолым болмай кетті. Әйтеу кейде аварияға түсем, кейде ұрлыққа түсем. Жоқ, балам ауырып қалады. Өзім көкпар шабатын тұғым. Кейін кезде көкпарға да шақырмай қойды. Бір жолым болмай, әйтеуір үй соқсам, үй өртеніп кетеді. Бәрі болмай. Негізі сендерді бар ғой, сендерді. Бір көре алмайтын бір адам. Жақсылып тұрып, міне, көріп тұрсың ба, бір, екі жерден байлаған, түйреп тұрып байлаған ғой, мұна ортасына қазық қағып, шыр айналдырып сені 4 аяқты ат құсатып, сол жерден шығармай қойған ғой, мен жүрсің, қарашы мен жүрсің, ана жерде жүрсің, мына жерде шығамайсың. Ойбай, оны уайымдамаңдар, мен өзім ашам. Қазір уайымдамаңдар. Шешілей ме әйтеуір? Шешіледі, уайымдама, айналайын. Ой, қазір тоқта мені. Ол сені күрмеп алған, байлап алған байға. Күрмеп алған сені, байлап алған сені, күрмеп алған сені, байлап алған байға. Күрмеп алған сені, байлап алған сені. Бейт қаласың ба? Байға. Аяғын байқа басып жүр айналайын.
Таппайсыңдар оны бәрібір, таппайсыңдар. Ол дегенің қанша адамды жылатқан, қанша адамды қанға қақсатқан, қанша адамның малын қорасына шешіп әкеткен, даладағысын жетектеп алып кеткен. Милиция таппай жүрген, ұрын іздеп жүрген сіздер нағыз әпенді екенсіздер бар ғой, мен түсінбедім сендерді. Ұры өздерінің араларында деді ғой негізі. Дейді. Ұры алысына деген құмалақшы көрдік па? Ұры алысына деген құмалақшы көрдіңіз ба? Орта бойлы қара деді. Сіз отырыңдар шайбыз тұра бермей. Отырсаңыз, отырып сөйлесейік та. Орта бойлы қара деді ма? Иә. Орта бойлы қара деді, естің бе сенде? Мен көрген Орта бойлы қара, бұл ауылда 90% орта бойлы қара. Құмалақшының айтқаны келетін болса, біздің ауылдың участковыйлар бір-бір құмалақшы алып, бекеттерінде отырмай ма? Құмалақтарын шаштырып жіберіп. Ол рас, Рас қой. бәрін өзім айттым ғой мен. Не дедің? Қай жерде болды деді. Так. Ондымақ ауылдың айналасында. Кімнен көресің деді. Бәленше осау дедім. Ол өзі үшін нәрсе деген жоқ па? Демейді ғой. Ана малды не істейміз енді? Оны былай істейміз. Енді арсы ұятқа берісі дауға қалмау үшін сол неге қатысы бар, осы іске қатысы бар деген бәрін үйге шақырайық. Біздің үйге ме? Енді басқа үйің бар ма еді бұл жақта? Осы үйге шақырасыз ғой. Сөйтіп дастархан жаяйық. Ет қояйық алдарына. Сендер кешірім сұраңдар. Алдынан өтіңдер. Енді ағайын адам кешіретін да. Болмайды ол. Неге болмайды? Қойларын сұрайды сосын олар. Сұрайды қой. Сұрайды. Неге сұрамайды? Мал қойын сұрайды қой. Енді сендер қарыздансаңдар да, құрыздансаңдар да қойын қайтаратын шығарсыңдар. Мынау қайтарады. Мен ба? Сен. Жәке, сіз бастадыңыз ғой бірінші. Сен аяқтай салса енді соны. Жәке, сіз ғой осыған мен кіргізген. Ал? Не болды? Қайтар еді. Қайтар. Қалай қайтар? Қалай қайтар? Қызыз. Нөл ғой. Нөлмен бастық, нөлмен аяқталып отыр бұл. Онда сен қалай бастадың, солай қайтар. Қалай бастадың? Қайтар солай. Қайтармаймын. Қалай қайтармайсың? Кім қайтарады сонда? Мен қайтарам ба енді? Мен қайтарам ба енді? Мен қарсы емеспін. Не? Мен қайтарам ба мен? Мен не істедім? Енді мынау ағайындар өз жағдайды да түсініп отырсыздар, біліп отырсыздар, көріп отырсыздар. Алдарыңызда біраз ұятты болып қалдық негізі. Енді ең бастысы бұл мәселеге, бұл шаруаға негізі Мырзаханның еш қатысы жоқ. Иә. Алда-жалда сөге жамандаймыз десеңіздер, мына біз Қаршыға екеумізді жамандай беріңіздер. Негізі біз екеуміз кінәліміз. Біздің мынау жұмысымызды, нарықты дұрыс ойламаппыз. Дұрыс есептемеппіз. Былайша айтқанда. Күйеу бала, мына жігіттердің бәрі түсініп отыр. Дау қоғылап отқан ешкім жоқ. Бәрі бір елдің азаматтары, Рас. Сондықтан да мынау енді сол қоймен бірге жоғалып кетпей, мойындағандардың өзі үлкен ерлік емес. Рахмет. Жоқ, Есен аға, түсінгенде әркім өз үшін сөйлесінші. Сонда біз берген қойлар не болды? Қайда кетті болғанда ше? Ол қойларыңды ұмыт енді сен. Сол қойларын көрмеген жақсылықты ау дүйіне берсін деп тіле, басқа не айтайын мен? Жоқ, қой берген жалғыз мен емес қой. Мен мына жігіттерді ойлап отырмын. Жігіттер бір десеңдерші. Оның үстінде дос бар, дұшпан бар. Мына қойларды қайтарып бермесеңіздер, ертең ел жұрт айтпайды ма? Мырзахандар өзі құртқан деп. Ел жұрт демей өзім сөйтіп ойлайын дейсіз одан да. Айтып отқанын қарасам мынаның. Бір ауыз айтайын.
негізі Мадияр дұрыс айтып отыр. Ол енді кімнен қанша қой алдық, оның бәрін есептейміз, оның бәрін береміз. Мына қаршыға екеуміз қарыздалансақ та, қауалансақ та қайтарып береміз. Ой, бәрекелді. Еш ойын. Бәрекелді. Мен жөнге келген. Қаршыға сондай ма, қайтарасыңдар ма? Бисмиллахиррахманиррахим. Бас келді мына. Амин. Бисмиллахиррахманиррахим. Аяқсыз қалдырдың ба? Құдай асқа адалдық бер, басқа амандық бер, дастарханға береке бер, отбасына береке бер. Аумин. Құлақты маған беріңізші, құлақты маған беріңізші. Кішкентай бала бар ма? Ай, тоқтай тұр, мынау менің қойымның басы ғой. Қалай сен қойың басы? Қойшы. Ай, шынымен айтамын, мынау менің қойымның басы ғой. Қойсам? Сәбит айтты, сен танисың ғой менің қойым басы ғой. Сен қой. Мен общение ұстаған жоқпын ғой. Қаяқтан білейін? Міне, бір құлағы кесілген. Бір құлағында бүйтіп ен салған. Астыңғы ерні тыртық. Ей, Мадияр, сен танисың ғой менің қойым бұл айтшы. Сабыр Құлагердің басын құшақтап жылаған ақан зері құсап. Иә, сенікі танып тұрма, төбелі ғой көрінгі. Мадияр, сен мынаған өзіңнің қойыңның басы екеніне сенімсің ба? Сенімдімін, иә. Точно сенімсің ба? Дәлелдей алам. Бұл менің қорамда тұрған айлап, бағып, бордақылап жүрген жалғыз қойым. Бұл қой сізге берместен бұрын бұл қоймен әбден селфиге түсіп, өзін жеке суретке түсіріп алғам. Сен берсеңіз телефонда суреттер бар, әкеп дәлелдеп берем суреттерін. Көрмеден таныған соң айтасыз. Сабыр. Кезекпен. Рет-ретімен сөйлеңдер сөзі. Не болып Нақты дәлелдей алдың болсаң, онда жақсы болды. Жақсы болды. Неге? Мен мына қойдың басын бүгін базардан барып ауданнан алып келдім. Демек, ұрылар қойды ұрлағанда етін базарға барып сатқан. Міне, болды, төлемейміз. Ал мен енді бұны кімнен алғанын білем. Білесің ба? Жақсы білем, өте жақсы білем. Болды, төлемейміз. Осы бас арқылы біз ұрылар табамыз. Табамыз, болды, төлемейміз. Алла, я? Қараш, жол табылды ғой бұның сонда. Бірақ сіздер айып етпеңіздер. Мына тірлік бір жақты болып, бір шешімге келгенше, мен мына қойдың басын бермеймін. Суретке жоқ жерсің? Оны ертең базарға барып, олармен айналысамыз. Оны өзірге Сен қазір мені ұятқа қалдырып қойма, точнасында сен қойың басы ма? Ой, жәке, өз қойымның басын өзім танымайын болсында, міне бір құлағы жоқ. Тұмсығында міне тыртығы бар деп айтып тұрмын ғой, жәке. Ұят болғанбасы, қазір мен ана жігіт тауып алайыншы қазір. Міне, мына жігіт. Мынау ма? Осы жігіттен ал. Осы жігіттен ал. Өзіңе барып сөйлесші. Саулығыңыз тілейміз. Сіз бізбен бірге жүріңіз. Не үшін? Бөлімшеге барамыз. Ой, не үшін дегеніз? Жүр деген екен жүрсей? Иә? Полиция айтып тұрған саған. Сізге бірнеше сұрағымыз бар, жүріңіз. Тез-тез келіңіз. Тұр, сүрт қолыңды. Бол. Саған жақсы ұсыныс айтып тұрмын. Маған істі ашуға көмектесесің. Өзің аман қаласың. Қалай? Жақсы келсем. Бізге сендердің қылмыстық топты қылмыс үстінде ұстауымыз керек. Сондықтан болашақта қандай пландарың бар? Соның бәрін маған технична қағазға жазып бер. Сендер қанша адамсыңдар? Мен және тағы бір адам. Ку. Коля. Қазір егерде бұзауды ұрлайтын болсаң, ба деймін, сиырды ұрлайтын болсаң, сы деймін. Түсіндің ба? Түсінді. Ендеше бастаймыз. Сен ба, мен са, кет. Коля, тез. Көке, мен сиырлап атқан жоқпын. Қалмаңдар, сендер тұтқындалыңдар. Суарайын деп атырмын, көке, міне сиырды суарайын деп атырмын, көке. Көтеріп алыңдар. Ақыры ұсталып кетті десеңші солар, я? Былтыр осы маңайдан бар ғой, қанша мал жоғалды ғой? Жеуге қимай отқан жұрттардың малдар жоғалды ғой сол. Мен ойлайтын да соны ұрлаған адамдар көтеріліп кеткен шығар. Миллионер болып кеткен шығар деп. Миллионер болып кетті ғой? Ей, жоқ. Қайдағы миллионер? Қазақта сұқ семірмейді, ұры байымайды деген сөз бар. Бар онда, иә. Иә, осы орайда сендерге бір болған оқиғаны айтып берейін.
баяғыда сүт сатып әпәжептәуір күнін көріп жүрген бір кісі сол Алланың берген ризық несібесін місе тұтпай сүтіне су қосып сату айласын ойлап тауыпты. Қосады ғой қазір. Содан сүтіне су қосылып, теңгесіне теңге қосылып, алшаң басып жырғап жүрген күндердің күнінде бір нөсер жауын жауып, сел ағып, сиырын ағызып әкетеді. Сөйтсе, жаңағы үйдегі бір кішкентай қыз жүгіріп келіп айтады дейді. Әке, апа, сиырымызды сүтке қосып сатқан су ағызып әкетті деп айтатын көрден. Мінекей, еңбекпенен тапқан нан терсіңді дәмі кермек болады деген осы адалымен тапқан ризық несібеге не жетсін. Рас айтасыз, дәмді болады. Ұрының бәрі ұсталып, жазаланып кетуі мүмкін емес дейсіз ғой. Жазаларын Құдай берер ақсақал. Құдай қаласа береді. Біздің қойдың арқасында да бір ұрын ұстадық. Оған да шүкір. Осы сенің қойыңа, осы біздің ынтымақ ауылының батыры деген атағын берсек қайтеді, я? Қойға беріп нең бар, ол қойдың егесіне берсең де шын. Сен не қатсың? Қой табылды. Қойдың егесі мен емеспін мен. Қой қоздар. Қадырат бұлда. Мені көремет, өмірім ақма. Қойдың артынан айтып жүрсен де абырой жинап. Қой темірсен қасқыр болдың қозым, қой дерсін Сабыр сақтаңдар. Екеуіңіз қайда кетті дедіңіз? Бір жерге кетті. Бір жерге? Қай жерге? Демалысқа. Демалысқа? Қанша уақытқа кетті? Білмедім, белгісіз кемі 2-3 жыл шығар. 2-3 жыл? Охо, не деген ұзақ демалыс? Ол сияқты жұмыс істейтін болса, кез келген адам сондай ұзақ демалысқа кетеді. Ал менің сізге өте қуанышты жаңалығым бар. Қандай? Өткен жолы балаңызға жасалған ота өте сәтті шықты. Құдай қаласа сауығып кетесіздер. Рас айтасыз ба? Ала қойыңыз. Рахмет сізге. Тез сауығып кетіңіз. Ибрагим аға, өткендені қолыңыздағы басты жұлып алып бір әдепсіздік істедім. Сол себепті біздің үйге бар бәріміз бір бас жейді. Ол нәған бас? Бас болғанда кешегі ұрланған қойлардың басы емес па? Жоқ, вокзалдан алдым 500 теңгеден 5 бас алдым, бір бастаймы жейді. Менің ғана қаржы пирамидасынан шыққанымды жуғаным болсын. Жүріңіздер. Смотри, ол бастарды танимын мен, жүр, танымайсың. Көрейік, Сәбитжан, мынау алмаларды алана Мадиярдың үйіндегі балаларға алып барайық. Опа, үйді қойған танымайсың. Отыра беріңіз. Бисмилlah. Қайран досым, қонақ жай қазақ деген елдің де бір қара шаңырағын көрдің бе? Сен үлкен үйге келдің бе? Қайран досым, ең жақын ағайынның арасы, ішкі жан сарайының ауасы, үлкен үйіңнен табасың. Үлкен үйде жастықтың сағындырған шағы бар, қарттықтың